өкінішті негізі. Жаназаларда мына нәрсені байқаймыз. Жігіттер келеді жаназаға. Жаназаға сапқа тұр деген кезде біраз жігіттер сапқа тұрады да, біразы тамның артына, талдың артына жылжи бастайды. Тығылып тұрады бар. Ер адамдар жаназаға қатысу керек, бауырлар. Қараңызшы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқан еді, жаназаға қатысқан адамға таудай сауап та, Ухуд тауындай сауап дейді. Осынша сауаппен не үшін сүйіншілеп сізді, не үшін қызықтырып жатыр? Қарасаңызшы, біздің жігіттер соңынша жерден жаназаға келеді да, бір-ақ қадам, жай дәретіңді ал да намазға тұр, Ухуд тауындай сауапты ал. Жоқ, сол жаназаға қатыспай, Ухуд тауындай сауапты ала алмай қайтып жатады да жігіттер. Шындап келген кезде қараңызшы, бір намаз бар, дәретсіз оқуға рұқсат етеді исламда. Ол бірақ анау жаназаға жарты сағат, бір сағат бұрын келіп, анау жаңалықтарды айтып тұрғандарға қатысы жоқ оның. Сіз жаназаға келсеңіз, жаназа басталып қойған екен. Түсінікті, сіз бүйтіп сапырылып, дәретті алып отыра алмайсыз, үлгере алмайсыз. Осы кезде таяммум деген нәрсе бар ғой. Таяммумды қолданасыз да барып намазға тұра саласыз. Ухуд тауындай сауапты не үшін Пайғамбар саллаллаху айтып отыр? Не үшін бұл соншалықты таяммуммен де барып қатыса салуға болатын нәрсе десе? Қараңыз, бір мұсылманның жаназа намазына қатысуы табытта жатқан мәйіт үшінші өте маңызды. Бір мұсылманның дұғасы үлкен өзгеріс енгізуі мүмкін. Өйткені ол табыттағы адам біз ұқсап Шымкентке кетіп бара жатқан жоқ. Ол Раббысының алдына, қабірге, жалғыздыққа, қараңғы жерге кетіп бара жатыр. Оған қазір Раббың кім, дінің не, пайғамбарың кім деген сұрақтар қойылады. Ол сұрақтарға жауап беру қандай болады? Сұрақ алушы періштелер қандай кейіпте келеді? Жігіттер, бір мұсылманның дұғасы өте қымбат табытта жатқан адам үшін. Не, дұғаңызды қызғанасыз ба? Барыңызда жаназаға тұрыңыз. Мына еркек адамдарға айтам. Сізге жаназаға барып тамның артында тығылып тұру жараспайды. Еркек адамдар қатыссын жаназаға. Бірақ кейбіреулер бар енді, жаназа жақындаған кезде баклажканы алады да, жүгіріп дәретханаға кіріп шығады да келіп намазға тұра береді. Ағайындар, дәрет деген бұл баклажкамен әжетханаға кіріп шығуды оны дәрет деп айтпайды. Ол дәреттің парызына да жатпайды ол. Осы дәреттің 4 парызын жаттап алайық та, ең болмаса уақытымыз көп қой, дәреттің 4 парызын жаттап алайықшы, бауырлар. Шындап келген кезде олар келіп тұра береді намазда, бірақ олардың намаз болмайды. Қайтаға анау келіп таяммуммен тұрғандардың намаз болады. Жаназаға қатысайық. Ал қабірдің басына бару тағы да сондай үлкен сауап, Ухуд тауындай сауап дейді. Не үшін десе қараңыз, ол ана қабірдің басына барып, малын санап, темекі шегіп, сол жерде жеткен жетістіктерін айтып, күліп тұрғандарға емес. Қалай сіз қабірдің басында ата-бабаңыз жатыр, ол жерде талай мұсылмандар жатыр. Қалай сіз ол жерге барып темекі шегіп отырасыз? Әдепсіздік, үлкен әдепсіздік болады ол. Ол жерде кімге жаңағы үлкен сауап? Сол қабірдің басына барып, әлгі адамды қабірге қойып, жауып, сол жерден шығып кеткенше сол адамға дұға қылып тұрған адамға.